Абай Құнанбайұлының 18-ші қара сөзі. Орындаған Медер Ақжан. Адам баласын жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былжыратып, таза кимек дұрысыз. Ләкин өзді білетінен артық киінбек. Не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербезнісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі мұрты, жүрісі, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Кейбіреуі айрау шерім деп, осылардың атына ат мініп, киімде киім кигеннен не армандары бар екен, дейтұғын ойламасқа. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны бір ойлауға болмайды. Егер де бір ойласа, адам болу қиын. Кербез дегенді осындай керден, немеден, безіндер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласына ар мінез, ақыл, ғылым деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрселермен оздым ғой деген бәрі де ақмақтық.